Құрметті оқушылар, бүгін біз маңызды тақырып зорлық-зомбылықсыз балалық шақ туралы әңгімелесеміз. Әрбір бала өзін қауіпсіз, құрметтелген және қорғалған сезінуге құқылы. Зорлық-зомбылық тек физикалық соққы емес, ол баланың жан дүниесіне, денсаулығына, дамуына зиян келтіретін кез келген әрекет. Зорлық-зомбылықтың негізгі түрлері. 1. Физикалық зорлық-зомбылық соғу, итеру, жазалау мақсатында күш қолдану. 2. Психологиялық, эмоциялық, зорлық-зомбылық, қорқыту, кемсіту, балағаттау, зорға көндіру. 3. Жыныстық зорлық-зомбылық, баланы оның жасына сай емес жыныстық әрекеттерге тарту, немесе қылмыстық сипаттағы әрекеттер. 4. Ұйымдаспаған қараусыз қалдыру, немқұрайлылық, баланың негізгі қажеттіліктерін, тамақ, киім, күтім, қауіпсіздік қамтамасыз етпеу. 5. Интернеттегі зорлық-зомбылық, кибербуллинг, әлеуметтік желіде қорлау, мазақ ету, жалған ақпарат тарату. Қауіпсіз мінез құлық қалыптастыру үшін есте сақтайтын ережелер. Кез келген қауіпті жағдайда сенімді ересек адамға дереу хабарлау. Бөгде адамдармен сөйлескенде жеке мәліметтерді бермеу. Біреу зорлап қысым көрсетсе жоқ деп айтуға толық құқығым бар. Денеңе, сезімдеріне байланысты ыңғайсыздық туса, бұл туралы ата-анаға, мұғалімге, психологқа айту. Интернетте таныс емес адамдармен хат алмасқанда сақ болу, күмәнді сілтемелерді ашпау. Қауіпсіздік ережелерін бұзатын немесе ренжітетін жағдайларды жасырмай, көмек сұраудан ұялмау. Балалық шақ, қуаныш пен дамудың уақыты. Әрқайсыңыз өзіңізді қауіпсіз сезініп, қолдау табуыңыз қажет. Есте сақтаңыздар, зорлық-зомбылыққа төзім жоқ, ал көмек сұрау батылдықтың белгісі.